Саламатсыздар ма балалар? Қазақстан тарихы 6 сынып 1 тарау. 6-9 ғасырлардағы Қазақстан. Тақырыбы көне түркі дәуіріндегі жазу. Бірден сабақ мақсатын айтып кетейік. Барлық оқушылар ерте орта ғасырлық мемлекеттердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайтын. Оқушылардың басым бөлігі руна ескерткіші, Орхон Енесей ескерткіштері, тастағы жазбалар жайында пікір білдіретін. Кейбір оқушылар мемлекеттің ішкі саясаты мен мәдениетін сабақтастырады. Енді мазмұнға келетін болсақ, біртұтас түркі қағанаты ыдырағаннан кейін, оның орнына жаңа түркі қағанаттары пайда болды. Осы түркі қағанаттары одан әрі дамып, айналасындағы тайпаларға ықпал ете бастайды. Алтайдан Қара теңізге дейін кең байтақ аумақта жатады. Оның негізі қазақтың жерін құрайтын. Ұлы даланы мекендеген түркілер өз кезінде қуатты мемлекетті құрайды. Енді бүгінгі біз сол қағанаттардың екеуін қарастыратын боламыз. Ол бізде батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Мазмұнына келер болсақ, Ештеме қаған Қытай деректерінің бірінде 100 мыңдық адамдық әскері бар 10 тайпа қағанат алды. Лев Николаевич Гумилевтің айтуынша, Ештеме өлгеннен кейін билікке Тардуш келді. Тон жабығу билігі туралы Қытай шежіресі. Батыс варварлары ешқашан дәл осындай қуатты болған жоқ, деп жазады. Ешбар елтеріс қаған билікті күшейтіп 10 тайпа, 10 оқ бұдын жүйесін енгізген. Шығыс түркі қағанаты қапаған қаған тұсында орталық Азияны бағындырды. 716 жылы Білге қаған шығыс түрік қағанатының билеушісі болды. Білге қаған мен оның інісі Күлтегін түрік қағанатын қайта өркендетті. Білге Қытаймен соғыстағы жеңісі арқылы ұтымды бейбітке, келісімге қол жеткізді. Ал енді кезекті тапсырмаларға береміз. Бірінші тапсырма, көріп отқандай кестені толтырамыз. Кесте бізде қағанат, хронология, билік еткен қағандар, саясаттың басым тұстары 4 бағаннан тұрады. Салыстыратынымыз 2 мемлекет, батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Дескрипторды көріп тұрсыздар. Енді сіздерге уақыт беріледі. Осы уақыт арасында сіздер осы кестені толтыруларыңыз керек. Енді жауабын қарасақ. Тапсырманың жауабы: хронологиясы 600-704, шығыс түріктікі 682-744. Билік еткен қағандар Ештеме, Тардуш, Тон жабығу болса, шығыс түріктікі қапаған қаған, Білге қаған, Күлтегін. Саясатының басым тұстары батыс түрік қағанатында түрік қағандары жаулап алған жерлерде бұрыннан бар тәртіпті өзгертпесе, ал шығыс түрік қағанаттары Қытаймен соғыстағы жеңісін ұтымды пайдаланған болатын. Келесі тапсырма бізде бейнероликтен арылған ақпаратты пысықтау керек болды. Қазір біз бейнероликті тыңдаймыз, содан тапсырмаға көшеміз. Баспаса, төменде жер айырылмаса, түркі халқы ел жұртыңды кім қорлайды? Бірде айдауда жүрген швед офицері Табберт Страленберг өз тапқан құлпытастардағы түсініксіз жазуларды руна деп атаған. Руна Скандинавия халықтары тілінде сыры ашылмаған дегенді білдіреді. Тіл білімінде көне түркі жазба ескерткіштеріне қатысты руна жазуы деген атау осылай пайда болды. Жылы қарашаның 25-інде дат ғалымы Вильгельм Томсон көне ескерткіштердегі жазуын түркі халықтарынікі екенін дәлелдеді.
көп ғалым құпиясын аша алмаған жазудан Томсон алғаш болып тәңірі және түрік сөздерін оқыды. Күлтегін жырын тыңдаңыз. Күлтегін аз манағын мініп шабуылға ұмтылды. 6 ерін шанышты. Шабуылда 7 ерін қылыштады. Ақтамберді жырауға құлақ салыңыз. Жауға шаптым ту байлап, шепті бұздым айғайлап. Өлім деген ойда жоқ, жалынды жүрек қан қайнап. Ерлер жұртын қорғайды, өлімге жүрміз бас байлап. Ал онда балалар видеороликті тыңдасақ, тапсырмаға жол берейік. Бірінші тапсырма руна дегеніміз не? Екінші Иолхтегін тасқа жазған мәліметін талқылайық. Ақтамберді жырын талқылаймыз, Күлтегін жырын талқылаймыз және Вильгельм Томсон қандай жаңалық ашты. Сіздерге уақыт беріледі, уақыт сіздердің еншілеріңізде. Ал енді жауапқа қарайық. Руна дегеніміз құпия дегенді білдіреді. Иолхтегін тасқа түркі елдерінің мемлекет болып қалыптасқанын, ел болғанын жазған екен. Түркі батырларының жауға шапқандығы көрінісін сипаттайды, батырдың ұлтжандылығын айшықтайды. Бұл Ақтамберді жырлар. Күлтегін образын, іс-әрекетін жауды жеңгені жайында. Бұл Күлтегіннің жыры. Және Вильгельм Томсон 1893 жылы қарашаның 25-іне көне тасқа жазған жазуларды түркілердікі екенін дәлелдеген екен. Тапсырма нөмірі 3. Кестенің қарап отырып, екі бағанды біз салыстыратын боламыз. Бұл саясат бағаны және мәдениет бағаны. Білге қаған тоны көк, Күлтегін, түркілер, жұртшылық, мәдениетте руна жазуы, тарихи құжаттар, аса құнды әдеби шығармалар, силография, орхон, енесей, құлпытас сөздері бар. Енді осы сөздерді байланыстыра отырып, екі саланы байланыстыра отырып, саяси және мәдени біз 3-4 сөйлем құрау керекпіз. Уақыт сіздердің еншілеріңізде. Енді мүмкін болар жауапты қарайтын болса. Білге қаған тоны көк, Күлтегін руна жазуына үлес қосты. Бұл түркілер жұртшылығына деген маңызды тарихи құжаттар және аса құнды әдеби шығармалар. Силография дегеніміз тасқа қашалған жазу белгісі. Міне орхон, енесей құлпытастарының тарих қойнауына берген небір сырлары жетерлік. Міне енді балалар толық 3 тапсырманы орындады. Сіздерге қызықты болды деген ойдамыз. Жақсы білім бүгінгі сабақтан алды деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.